Сәлем достар, сіздермен осындай әдемі құрбан айт мерекесіне арналған шаблон жасайтын боламыз. Ол үшін бізге A4 форматындағы шаблон қажет. Оны мен арнайы алдын ала қырқып шығарып алдым. Енді канцелярский ножкамен, сызғыштың көмегімен шет-шетін бастырып шығамыз. Қатты басудың қажеті жоқ, оны өздеріңіз де білесіздер. Если қатты басатын болсаңыздар, кесіп жіберуі әбден мүмкін. Осындай дайын шаблонды алғыларыңыз келсе, менің телеграм каналыма өтіп, подписаться етсеңіздер ала алатын боласыздар. Менің YouTube каналымдағы оқырмандарыма тегін электронды форматта берілетін болады. Енді осылай бүктеп, дұрыстап шығамыз. Оңай бүктелетін болады. Мүлдем қиындығы жоқ. Шетіне двухсторонний скотчтың көмегімен жабыстырамыз. Клей де болады, но клей тез ажырап кетуі әбден мүмкін. Скотчымызды алып, осылай әдемілеп жабыстыратын боламыз. Міне осылай әдемі шаблонымыз дайын. Енді бұған диреколдың көмегімен лентаны өткіземіз. Лентада ең керек түс әрине ол бізде ақ түс болып саналады. Сол себепті ақ түсті алып қойсаңыздар, кез келген шаблонға қолдансаңыздар бола береді. Міне біздің әдемі құрбан айт мерекесіне арналған шаблонымыз дайын.